көже балабақшамыздың тәрбиеленушісі Ербай Аянаның отбасына келіп, Ербай атамыздың отбасымен шаңырағымен танысу, өзіңіздің отбасыңыз жайлы қысқаша айтып өтсеңіз. Менің есімім Ербай, Аянаның атасымын. Аяна қызым Нұрбес балабақшасында. Біздің отбасымыз шағын, енді өсіп өніп келе жатырмыз. Өзім мал шаруашылығымен айналысамын. Қымыз дайындаймыз, сиыр ұстаймыз, қой, ешкі. Баба, өзіңіздің отбасылық тіршілігіңіз туралы айтып өтсеңіз. 7-8 жылдан бері осы мал шаруашылығымен айналысамыз. Қорамызда жылқы, сиыр, қой, ешкі қойларымыз бар. Бие сауамыз. Саумал биенің шет үсті. Саумалдың дәмі тәтті сүт. 2 сағат сайын сауамыз биені. Саумал негізінен қырық ауруға ем. Дәрігерлер саумалды аш қарынға беруді ұсынған. Біз көрші қолаң, туған, туысқандарды жинап, уыз береміз. Өзіміздің салтымыз уыз көже. Көжеңді әкелем ғой келінжан. Қазір. Бұның дайындалу тәсілі мал төлегенде, яғни сиыр, қой, ешкі алғаш төлеген кезде қою сүтінен жасалынады. Бұны әдетте 4-ші, 3-ші, 5-ші күндері қою сүтінен алып дайындаймыз. Бұл өте емді қасиеті, өте жақсы, мол, өте нәрлі, сіңімді тағам. Қазақтың дәстүрлі тағамдарын. Қысыр биенің қымызы, осы қысыр биенің қымызын қонақтарға ұсынса. Бата менен ет көбелер, жаңбыр менен жер көбелер демекші. Асқа бата берсеңіз. Дастарханның берекесін берсін. Отбасыларыңа береке берсін. Бастарың аман, дендерің сау. Қазақтың салт дәстүрін сақтап, мынау уыз көже, қымыз мұрындық деген мейрамдар көп тойлана берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Атадан қалған асыл сөз демекші, бізде отбасымызда балабақшадан үйренген 4 түлік байланысты мақал-мәтелдерді бірге ешімізбен отбасымызда айтамыз. Соны Аяна? Аяғын тайбаса. Ой, бәрекелді. Жарайсың. Жылқыда өт жоқ, құста сүт жоқ. Тамаша. Керемет. Мал баланың шашуы. Жылқы малдың патшасы. Ау демейтін қазақ жоқ. Қонақ ретінде біздің кәдемізді қабыл алыңыздар. Қазақтың халқына күміс құмадай. Айналайын көзіңнен ашып жұмғанай, сүйсемдарым-ай, жекжаттарым-ай, жекжат болып ауылыңа кеп жатқаным-ай. Бүгін Ербай атамыздың шаңырағында болып, отбасымен танысып, басылық дәстүрлерімен танысып, көршілермен танысып, біраз мағлұматтар алдық. Сіздерге рахмет, алғысымыз шексіз.